Сәлем достар, қайырлы таң. Бүгін керемет жаңбыр жауып, ауа райы керемет болып тұр. Қалдарыңыз қалай? Мен сол жұмысқа келе жатырмын. Күн деген таза ауа. Қызымды садикқа апарып тастадым. Күн деген күшті, жаңбырдың астында жүре бергім келеді. Күн күшті болып тұр. Жаңалық бар. Алан 99 есімін айтып, салаватымды айтып, келе жатырмын жұмысқа. Керемет далаға. Осындай аз ғана жаңбыр жауып, қатты жаумай. Осындай күн жылы болып тұрады ғой. Күшті, жақсы көремін. Табиғат қандай тамаша деп келе жатырмын. Күшті, жер, шөптер, жасыл, ағаштар жапырақ жарып, бүршік атып, күшті болып жатыр. Жұмыстан келіп, жұмыста обедте ет салып кеткем, еті пісіп тұр екен. Осындай сүйектің арасындағы майды жегенді жақсы көрем ғой. Өзім жеп алдым осы майды. Етім пісіп қапты. Ай, жаным, мороженое ма? Сөйтіп кешкі ужиннан кейін тез чебурек істеп тастайын деп чебурек істеп тастадым. Тестосын жасап қойған едім, ерініп, тамашып болғаннан кейін жасап тастадым. Сонымен сочный, мощный деген күшті чебуректерім дайын болды. Бізге ас болсын. Мына алдымда тұрған сиреннің иісі бір қарап тұр ғой маған. Күшті келіп тұр. Сонымен демалыста жұма күні жұмыстан келіп, кірлерді жуып, қыдыратын жерге қыдырып, сирен, жақта етектеп, дүйсенбіге дайындық жасап жатырмыз. Мен киім етектегенді жақсы көрем. Жұп жұмсақ болып қалады. Сәлем достар, бізде бүгін балық қуырамыз. Астанада балықты қалай ашып береді, соны көрсетейін. Свежий Петропавлдың балықтары. Бізде балықты осылай ашып береді. Өзгешесі сол. Түсіресің ба балықты? Неке дайын кесіп, ортасында уылдырығымен береді дайындап. Бізде кешкі ужинға балық қуырамыз. Қалдарыңыз қалай? Бүгін күн суып кетті бізде Астанада. Болды, сөндір. Балықты қуырып қойдым. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.